достар, бүгін сіздермен мен заявка жасаған едім 5000-ға. Сол заявкама контрагент келген екен. Осындай болып келеді. Контрагент дайын заявкаңызға, сіз дайындаған заявкаға осы көгін басып кіреміз. Мен заявка дайындаған едім 5000 теңгеге 12-де жетпіс болмазы деп. Соған 3 күнде келді контрагент. Бізге сөйтіп шығады. Міне оның банковский картасы. Соны көшіріп аласыздар. Копировать етіп. Кейін Каспий банкке кіріп оплата жасайсыздар. Каспий банкке кіргенде переводыға кіріп другого банка дегенді басасыздар. Кейін соны енгізесіздер. Енгізіп болғаннан кейін оплата жасайсыздар. Кейін скриншот аласыздар. Кейін подтвердить етесіздер. Осы жерден подтвердить дегенді басып подтвердить етесіздер. Не сіздің даныйларыңыз шығады, суммасы, кім жіберіп жатыр, яғни өзіңіздің. Кейін выбор етіп қоясыз суретті, скриншот жасап алғанымызды. Ол галереядан шығады. Соны қоясыздар, кейін далее басасыздар. Кейін подтверждение болады. Ақша түскеннен кейін ол адамда өз подтверждение береді. Бергеннен кейін сіздерге қолыңызға келеді. Осындай сообщение келеді. Подтверждено полученное платежа деген. Кейін сіздерге вмз жібереді ол. Мына жерде өзгереді вмзларыңыз. Осы жерден көрсеңіздер болады. Кейін вмз сатып алып болғаннан кейін Alipay'ге салсақ болады. Қанша вмз алатын болсаңыздар, соны мысалы 12 болса 11 қылып Alipay'ге салсаңыздар болады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видео салатын боламын.